Ассалам алейкум достар. Әрең шықтық қой, Дамас қайналайындар ау депші. Қалайсыздар? Жаңа блогымызды бастаймыз. Бүгін вообще қаланың ішінде жүрмейміз. Бүгін біз Дальняк Шонжыға бір зат апарамыз. Жол бойында Дамас өзін қалай көрсетеді, соны көрейік. Жол бойында таныс жерлерді көрсетем. Так, асық қой, ремендерін тауып алыңдар, шайларыңды қойып алыңдар, астарын дәмді болсын. Кеттік. Так, достар, полный бак құйып алдық. Газ Energy. Қайда кетіп қалдың? Сәлемат бешіге. Деш? Қанша болды? 6500 теңгеге полный бак болады. Содан кейін кетеміз. Так, достар, полный бак. Обнулять етеміз, көреміз қазір қаншаға жетеді екен. Сол, кеттік. Алматының алына Бакат жаққа қарай кетіп бара жатырмын. Сол жақпен шығып кетіп мына төбеге қарап қалды ғой. Бакат жақпен. Қазір трассаға шығамыз да, басамыз. Давайте, лайк аямаймыз, достар. Подписки. Чуть-чуть қалды, 1000-ға жетуге сәл қалды, достар. Давайте. Так, братваларым. Короче, Алматыдан 110 километрге алшақтадық. Бак әлі полный. Жолда Дамас әдемі келді, қарсаңда 100-бен келдім. Анда-санда бит қояды машина. Жел соққан кезде. А так, дерзко ғой. Сол, сіздер не істеп жатсыздар? Шонжыға мен бір көп зат апарып жатырмын. Байсейітке жақындап қалдық, достар. Байсейіт қаласы. Резко ұйғыр шөлен қосып кеткен ма? Қаласы дегенше Байсейіт ауылы. Да, достар, Байсейітке келдік. Артта мен інім ашкет алып алған. Сол. Байсейітке келіп тұрып самса жемей кетсең, ішін ауырады. Атақты Байсейіттің самсалары дейсің. Мына жерде. В общем, бұл жер сауда саттықпен сондай мен айналысатын жер. Бұл ауылда ешқандай бір административный жер жоқ. Сондықтан да кайфовать етіп жүреді. Бұл жерде адамдар бәрі күліп. Сол, жарты жолдамыз. Қазір жетеміз. Так, братва, Байсейіт ауылын шығып бара жатырмыз. Біз 174 километр жүрдік. Бензинді көрсеңіздер жартысына дейін келген. Жартысына бір деленияға енді жетіп тұр. Ол дегеніміз бір 7-8 литр ғой примерно. Бұның багы 35 па сондай болады. 175 километрға 8 литр бензин кетеді. Кеттік ары қарай. Так, Өтемұратова, братва. Не, Көкбек Шатқалындамыз. Шатқал дейді ғой, не? Перевал, в общем, түсінбеген кісілерге. Мына жерде бұлақ болатын, бар мекен қазір. Райымбектің бұлағы дейді. Райымбек бабаның бұлағы. Сол. Достар, Шонжыға дейін бір 40 километр қалды. 228 жүрдік. Мынау долинадағы Слетка деген жер. Осы жақта тұратын тұрғындар, местный жігіттер бәрі біледі. Долинадағы Слетка десең бәрі таниды. Сол, кетіп бара жатырмыз. Сағатымыз 4:30 болды. Біз Алматыдан қаншада шықтық? Бірден кете шықтық, е? Жаққа былай кетіп баратқанда анандай жерде алтын шығаратын завод бар. Алтын дейсің ғой. Сағындым сені. Әлем ақша шығып отыр ғой примерно үшін. Так, братва, Шонжыға жеттік. Сағат 5 болды.
Алматыдан сағат 1:30-да шыққанбыз. 3,5 сағат болды ма? Мына ровно 5. Мына ровно 50 депші. Мына нөмір күшті екен, АДК деген. Әбілжан, Дархан, Қанатұлы деген сияқты. Сол. Груз түсіреміз де қайтадан таямыз артқа қарай. Ал, құрметті ағайын, жаңа түсірем деп ұмытып кеттім ғой видеоны. Заттарымызды түсіріп, әкешім үйіне барып, кайпабай етіп, жатып, еркелеп, қайтадан Алматыға шығып бара жатырмын. Сағат дегенің қазір 21 қанша? 21:17. Кеттік жолда. Жолда бірге болыңдар, ұйықта қалмаңдар, маған әңгіме айтып отырыңдар сендер, жақсы ма? Жарай ма? Иә ма? Деп айқайлап отыр. Жауап берсеңдер же. Ты шо, Можно я же снимаю примерно. Сен түсіріп жатсың ба мені? Да. Вот, новый камераны тестировать етіп жатыр. Мен ютубтағы блогымды түсіріп жатырмын десем сенбейді. Міне менің видеоларым жатыр. Көріңдер ғой, Вот саған не ақып келдім білесің ба? Не ақып келдім. Флешка берші маған осыған. Короче. Реклама дейші. Реклама. Так, братва, сағат 11, біз әлі чоншыдамыз. Алмат деген менің братым күтіп алып жатыр. Артында жазу сендерге көрінем ма депші. Өскенде Альфард болам дейді. Көкбек ауылында отырмыз. Әжде су ағып, соған келіп тұрмыз достар. Так, достар, жолда жеке концертін беріп келетін өлең айтып, кәдімгідей. Жол қысқарсын деген мақсатта болатын. Уже жаңа Байсейтке қайтадан жетіп қалдық. Қазір түнгі Байсейтті көрсетемін. Братываларым, роднойларым. Так, достар, Байсейт ауылындамыз. Бұл ауыл туралы көптеген легендалар жүреді. Бұл ауылда кейбір үйлерде забор ашық тұрады бәрі. Қақпаларын жақпайды дегенше, жаппайды. Өйткені қақпа сатып алмаған десең. Бұл жердің қақпаларын жаппайтын себебі бұлар кезінде жолдың бойында орналасқандықтан бір машина бұзылып, бір жолаушы жолда қалады. Содан кейін көмек сұрап, заборларды қақса ешкім ашпайды. Сондықтан да сол кісі сол жерде үшін қатып қалады. Содан кейін бүткіл ауыл тұрғындары сондай қайталанбас үшін қақпалар орнатпайды үйлеріне. Мысалы, жолаушылар келіп көмек сұрай алатын болсын деген ниетпен. Сондай қызықты фактілер бар осы Байсейт ауылы бойынша. Байсейт ауылына келген адамдар самсасын жемей, арбуздарын жемей өтпейді. Тамаша, ары қарай кеттік. Сағат деген түнгі 1:30 болды. Бізге бәрібір. Қазір бәрін оятамыз. Так, достар, неге кеп тоқтадық? Шелектен өтіп заправкаға. Мынандай машиналар келіп отыр екен Қытайдан. Неплохо. Так, братва, жаңа әңгімемді аяқтамай өшіріп тастаппын ғой. В общем, Алматыдан Шонжыға барып, Шонжының ішінде жүріп, Челекке дейін қайтып келдік. В общем, бір деление бензин қалды ғой. Соған тағы да 2000-ға ма құйып толтырып алдық. Қазір жарты бактан аса тұр ғой. Жарты бактан көбірек тұр. Сондықтан кеттік. Өлен айтып даусым бәтіп. Жалпы қалай нормалнисіңдер ма бәрің? Қар жауып болды ма, сонымен бітіп қалдым ба? Қарда бір езем ба деп едім.
буксовойттап жоқ екендай. Достар, Алматыға кіріп келе жатырмын. Бакатпен келе жатырмын. Сол YouTube қарап үй жаққа қарай келе жатырмын. Қарағандарыңызға рахмет. Каналға лайк басамыз.